Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Өте дәмді тарталетканың рецептімен бөлсем, ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Онды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Бүкіл қолданатын заттарымыз, яғни сары май, су, жұмыртқаның сарысы өте сақын болу керек. Міндетті түрде сары майды мұздатқышқа, яғни морозильникке салып аламыз. Содан кейін ұнға осылай аунатып, бірден үккіштің үлкен тішесінен өткіземіз. Аунатып отырып өткізіңіздер, сонда сары майымыз еріп кетпейді. Және де өте жақсы сапалы сары май қолданған дұрыс. Егер де сіздер маргарин қолданатын болсаңыздар, маргариннің құрамында су көп болады, сол үшін ол бірден ери бастайды. Ауната отыра, осылай өткіземіз. Тез жұмыс жасағанымыз дұрыс болады, қолдың жылуымен сары майымыз ерімес үшін. Қолымызбен осылай ысып-ысып, онымен сары майымызды үгітеміз. Мінекей дайын болды. Енді кезекте қантты ұнтағымызды қосамыз, яғни сахарная пудра. Міндетті түрде қантты ұнтақ қосыңыздар, сонда біздің қамырымыз өте жұмсақ, нәзік, үгітілмелі болып шығады. Қамырымызды біріктіру үшін салқын жұмыртқаның сарысын қосамыз. Суды мұздатқыштан алып шықтым. Өте салқын су қосуымыз керек. Бір ас қасық қосам, сосын бірікпей жатса, кішкене тағы да қосып жатармын. Енді судың мөлшері ол қамырдың бірігуіне байланысты. Біз қамырды осылай жаңағы нан илегенде илемейміз. Жай бір комокқа жинаймыз. Үстелдің үстіне осылай шашып жерсеңіздер де болады. Қамырға тұз қоссаңыздар да болады. Негізі ылғида тұз қосушы едім, осы жолы ұмытып кеттім. Бұл қамырмен банафи пай жасасаңыздар да болады. Келесі жолы мен сіздерге сол пирогтың, яғни бәліштің рецептімен бөлісетін болам. Тура осы қамырды сол кезде қолданамыз. 20 минуттай тоңазытқышта тұрса жетеді. Менде осындай тарталетканың ыдысы бар. Аста алынады, өте ыңғайлы. Негізі бірінші рет қолданайын деп тұрмын. Алғалы 2 жыл болып қалған шығар, енді қолданып жатырмын. Бүгін сәті түсіп тұр екен. Біздің қамырымыз майлы болғандықтан ыдыстарды майламаймыз. Теңдей жету үшін міндетті түрде қамырды өлшеп аламын. 525 грамм болды. 47 граммнан бөліп аламын. 39. Ыдысымызға орналастырамыз. Қолдың көмегімен. Шет-шетін көтереміз. Теп-тегіс біркелкі қылып жайыңыздар. Бір жер жұқа, бір жер қалың болып қалмасын. Шетіне былай шыққан артық қамырды алып, жұқа жеріне жабыстырып жерсеңіздер болады. Егер шеттерін қатты жұқа қылып алатын болсақ, қамырымызды осы ыдыстан босатқан кезде сынып кететін болады. Сол үшін мына шеттерін кішкене қалыңдатыңыздар. Барлығын дайындап алдық. Енді морозильникке, яғни мұздатқышқа қойып бір қатырып аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге лимон керек. Лимонның шырыны және сырты керек. Сыртын
яғни цедрасын үккіштен өткізіп аламыз. Мына кожурасына дейін үккіштен өткізуіміз керек. Егер де мына ағы бар ғой, ағын үккіштен өткізетін болсақ, ол бізге қышқыл бір неприятный дәм береді. Мына сарысын ғана үккіштен өткізіп аламыз. 3 лимоннан шыққан цедра мінекей осы. Лимонның шырыны керек. Әбден шырынын сығып аламыз. Салмасын дайындайтын ыдысқа құйып, шырынымызды өлшеп аламыз. Қантқа крахмал қосып араластырамыз. 2 жұмыртқа саламыз. Үш жұмыртқаның сарысын қосамыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Лимон шырынына қосамыз. Цедраны қосамыз. Жақсылап араластырамыз. 33-35% кілегей қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Мұздатқыштан тарталеткаларымызды шығарып, пештің сеткасына қоямыз. Противенге емес, торына қойып пісіреміз. Сонда асты толық піседі. Қамырымыз көтеріліп кетпес үшін міндетті түрде түп жағын шаншықмен кесіп аламыз. 170 градуста 10 минуттай пісіреміз. Назар аударыңыздар, салмамыз сұйық болғандықтан торымызды бері қарай тартып, дәл пеште осылай барлығына бірдей етіп құйып шығамыз. Бір-бірлеп алып құйып жатсаңыздар, төгіп алуыңыз мүмкін, бірден пеште құйыңыздар. Ары қарай 40 минут пісіріп аламыз. Қараңыздар, өте керемет болып пісті. Толықтай суытамыз. Содан кейін барып меренгасын дайындаймыз. Қалған жұмыртқамыздың ағын өлшейміз, сиропты өлшейміз, итальянская меренга жасаймыз. Суға қантты салып араластырамыз. Бірден пешке қоямыз. Мінекей осындай кондитерский градусникпен өлшейміз. Сироп қайнай бастаған кезде кондитерлік градуснигімізді ортасына дейін тығып өлшейміз. 102 градусқа жетіп қалғанда бірден жанында тұрған жұмыртқаның ағын соғамыз. Мінекей осындай жұмсақ, 2 есеге ұлғаю керек. Үлпілдек болып. Тура жанында жұмыс жасаңыздар. Содан соң ары қарай өлшейміз. 118 градусқа жеткен кезде бірден пештен ала салып, миксерімізді қосып айналдыра отыра, осы сиропты венчигіне тигізбей құйып тұрамыз. Жақсылап тұрып, активно, яғни жылдам жұмыс жасаңыздар. Өз-өзін ұстайтын стойки масса болғанша араластырдық. Мына қараңыздар, осындай болу керек. Енді меренгамызды кондитер қалташаға саламыз. Кез келген өзіңізге ұнайтын насатка қолдансаңыздар болады. Менің қолданған насаткамның номерін описанияға астына жазып қоямын. Насаткамызды қалташаға салып, басын кесіп тастап, бірден меренгамызды саламыз. Осылай 2 түрлі насатканы қолданамын. 2 қалташаға салып алыңыздар. Ендігі кезекте тарталеткаларымызды ыдысынан босатамыз, тез алынады. Қараңыздаршы, ешқандай да
бір қиындық тудырмайды. Енді әдемілеп, өз фантазияларыңызға қарай, осылай меренгамызды сығып, әдемілеп, әрлеп шығамыз. Одан кейін зажигалкамен ба, мынандай менде құрылғы бар екен үйде, осымен бетін күйдіріп шықтым. Сонда әдемі болып тұрады. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Зажигалкамен де жасауға болады, горелкамен жасауға болады. Кондитерлік дүкендерде де осындай күйдіретін горелканы сатады. Енді балаларыма ұсынып көрдім. Лимонмен жасалса да менің балапандарыма қатты ұнады. Сразу адамдар жасап көру керек. Сіздермен болған Балжан Канафина, лүпіл басуды ұмытпаңыз.